Леуліктер атауы Жақыптың ұлы Леуден тараған руды білдіреді. Жаратқан ие сол руды арнайы қызметтер атқаруға тағайындаған еді. Мынау есіңде болар. Таураттағы баяндама жаратқан иенің алдында өмір сүрген екі адамды сипаттаумен басталған болар. Алайда олар Құдайға мойынсұнбағандықтан оның қасынан қуылған еді. Әйтсе де, жаратқан ие адаммен қарым-қатынаста болғысы келеді. Сондықтан ол бізді өзінің қасына қайтару үшін белгілі бір әулетті таңдап алды. Кейін жаратқан иенің нұрлы салтанаты Израиль халқы тұрған қоныстың дәл ортасындағы киелі шатырға түсіп, оны толтырып жіберді. Бұл керемет қой. Иә, бірақ ол қиындық та туғызды. Өйткені жаратқан иенің нұрлы салтанаты Мұса пайғамбар ішке кіре алмайтындай жарық болды. Рұқсатсыз кірген діни қызметкерлер тіпті өлім құшты. Мұнан түсінбеймін. Егер жаратқан иенің өз халқының арасында мекендеуі игілікті болса, онда ол қалайша бір мезгілде қауіпті де бола алады? Бұл туралы былай ойлап көрші. Жаратқан иенің халқының арасында мекендеуі күннің сәулесіне ұқсайды. Ол мүлтіксіз құдірет пен игілікке толы. Ал егер ажалды, жойылуға бейім тіршілік иесі осындай мүлтіксіз құдіретке жақындаса, құрып кетеді. Осылайша киелілік сөзі Леуліктер жазбасында Құдайдың таза да құдіретті қасиеттерімен сол жерде болуын сипаттау үшін қолданылған. Ол күн сәулесі сияқты игілікті әрі қауіпті. Леуліктер жазбасының басты мақсаты мынау: күнә жасауға бейім израильдіктердің Құдайдың игілігіне жақын өмір сүргенде қалайша құрып кетпейтінін көрсету. Леуліктер жазбасында мұның қалай мүмкін болатынын 3 жолы сипатталған. Олар саған оғаш болып көрінсе де, біраз күте тұр, соңында бәрі анық болады. Біріншісі рәсімдер, екіншісі діни қызметкерлердің арада жүруі, үшіншісі таза болу туралы бірсыпыра ереже. Леуліктер жазбасы 7 бөлімнен құралған, және 3 шешу жолының әрқайсысы жазбаның 2 бөлімде қарастырылған. Мына тарауларда рәсімдер, діни қызметкерлер және таза болу туралы ережелер жөнінде сипатталған. Бірінші шешу жолы рәсімдер көп малды құрбандыққа шалуды қамтыды. Сондықтан Леуліктер жазбасы сол құрбандықтарды қалай ұсынуға болатыны туралы егжей-тегжейлі нұсқаулардан басталады. Кейбір рәсімдер арқылы адам жаратқан иеге ризашылық білдіреді, ал басқалар арқылы ол кешірім сұрайды. Жазбаның соңында тағы бірнеше рәсім жөнінде нұсқаулар берілген. Олар діни демалыс күндері мен мейрамдарды өткізу туралы ережелер. Бұл мейрамдардың әрқайсысында Израиль халқы жаратқан иенің оларды қалай құтқарып, өзіне бағыштағаны жайлы баяндаманың бір бөлігін қайталап айтатын. Киелілік жөніндегі мәселенің екінші шешу жолы діни қызметкерлердің арашашылық қызметімен байланысты. Себебі жаратқан иенің дәл алдында тұру шынымен қауіпті. Сондықтан ол діни қызметкерлерді халықтың атынан өзінің алдына келе алатын арнайы өкілдер етіп тағайындады. Сонымен бұл бөлімде Леуи руынан шыққан діни қызметкерлердің міндеттеріне кіріскендері туралы баяндалған. Келесі бөлімде діни қызметкерлер Құдайдың дәл алдында қызмет атқаратын болғандықтан, олардың өмір салтына қатысты жоғары талаптар жиынтығы түсіндірілген. Жазбадағы үшінші шешу жолы тазалық ережелері жайында. Ал түсінуге ең қиын нәрсе осы. Мысалы, бұл бөлімде адамның таза немесе таза емес екені жөнінде білім берілген. Сол жағдайларды адал не арам деп те айтуға болады. Мұны түсіну үшін мынаны білуіміз қажет. Сен таза күйде болсаң, Құдайдың алдында бола алатын едің. Ал егер таза емес күйде болсаң, оның алдына бара алмас едің. Сондықтан израильдіктер үшін өздерінің кез келген сәтте қандай күйде екенін білу өте маңызды болды. Сол себепті жазбада адал және арам жануарлардың тізімі берілген. Иә, жануарлардың бұл тізімі олар тіршілік ететін мекендерге қарай бөлінген. Құрлықта, теңізде, әуеде. Мәтінде белгілі бір жануарлардың неліктен арам болып саналғаны және оларға жанасу немесе олардың етін жеу адамды қалай арамдайтыны туралы анық айтылмаған. Алайда мына жайт айқын. Сол жануарлардан аулақ болу туралы ереже Израильді басқа халықтардан ерекшеледі. Бұл ереже сондай-ақ жаратқан иенің киелілігінің, олардың өмірінің әр бөлігіне, соның ішінде олар жейтін тағамдарға да әсер ету керектігін естеріне салатын. Тамақ туралы ережелерден кейін тері ауруы, өлі денелерге жанасу, дене сұйықтықтарымен не істеу керектігі сияқты тақырыптар жөнінде алуан түрлі ережелер берілген. Бірақ олардың мұнда болуы кездейсоқ емес еді. Израильдіктер сол жайттардың бәрін өмір мен өліммен байланысты деп санайтын. Олар қасиетті, өйткені өмірдің бастауы Құдай. Түсінікті, бірақ сол нәрселерге жай ғана жанасудың өзі адамды арамдады ма? Иә, солай, бірақ мынаны ескергеніміз жөн. Адам рәсімдік тұрғыдан таза емес болса, бұл оның кінәлі не күнәлі екенін білдірмеген. Адам бірнеше күн күткеннен кейін суға шомылып, құрбандық шалып ұсыну арқылы рәсімдік тұрғыдан қайтадан таза болды. Ал егер адам рәсімдік тұрғыдан таза емес күйде болса, онда оның Құдайдың алдына баруына тыйым салынған еді.
Мына бөлімде рәсімдік тұрғыдан таза болу туралы тағы көбірек ережелер бар. Иә, олар Израильдің адамгершілікке қатысты іс-әрекетіне бағытталған. Олар қоғамдағы әділдік, салауатты қарым-қатынастар және неке адалдығы туралы ережелер. Осы ережелер бойынша өмір сүру Израильді адамгершілік тұрғыдан таза халыққа айналдырды. Сөйтіп олар жаратқан иенің алдында өмір сүре алды. Мәселені шешудің үш жолы осылар. Олардың бұл жазбаның дәл ортасын қоршап тұрған байқаған боларсың. Сол жерде күнәнің арамдығынан тазару күні деп аталатын өте маңызды рәсім туралы нұсқаулар берілген. Иә, израильдіктердің саны көбейгендіктен адамдар абайсызда көп күнә жасаған болуы да мүмкін еді. Сондықтан діни қызметкерлер жылына бір рет екі теке таңдап алып, солардың бірін құрбандыққа шалатын, сосын оның қанын Құдайдың алдына апаратын. Бұл қан астарлы мағынада Израильдің күнәларын жабатын, яки халықты өз күнәларының арамдығынан тазартады. Ол маған түсініксіздеу. Сол құрбандықтың мағынасы келесі тарауда түсіндірілген. Сонда жаратқан ие әрбір тіршілік иесінің өмірі яки жаны оның қанында екенін айтқан. Сондықтан бұл текенің өмірі израильдіктердің орнын басу үшін ұсынылды. Теке Израильдің күнәсі үшін Құдай бұйырған жазаны тартты. Соның нәтижесінде халық жазасын тартуға міндетті болмады. Сонымен екінші теке қалды. Иә, діни қызметкер сол текенің басына қолын қойып, Құдай алдында Израильдің барлық күнәсін мойындады. Бұл рәсім діни қызметкердің күнәларды текенің басына артқанын көрсететін. Содан кейін бір адам сол текені елсіз иен далаға айдап апарып тастады. Ол күнә артылған теке деп аталды. Бұл қызықты әсерлі көрініс. Иә, сол арқылы жаратқан иенің Израильдің күнәларын рахым етіп алып тастағаны астарлап сипатталды. Ал кейбіреулерге күнәнің кешірілуі үшін құрбандыққа мал шалу оғаш болып көрінеді. Мынаны есте ұстағанымыз жөн. Ежелгі заманда құрбандық шалу тәңірлердің ризашылығын алудың негізгі жолы болған. Бірақ мәселе сол жалған тәңірлердің тұрақсыз да құбылмалы екендігінде болды. Адамдар тәңірлер маған көңіл бөлеме не қарсы болама деп уайымдайтын. Мұндай мәдени ортада Израиль сыйынатын жаратқан иенің мүлдем басқаша екендігі айқын көрінді. Жаратушы адамдардың азғындығына қаһарланады, бірақ оның іс-әрекеті ешқашан кездейсоқ емес. Қайта жаратқан ие адамдарды жақсы көреді. Сондықтан ол Израильге осындай жолды нұсқады. Олар күнә жасап келгенмен өздерінің кешірілгеніне және жаратқан иенің қасында қауіпсіз өмір сүре алатынына сенімді бола алды. Сондықтан Леуліктер жазбасындағы негізгі хабар сол заманда ерекше жаңалық болды. Леуліктер жазбасы осы. Бірақ Израиль халқы сол уақытта әлі де елсіз далада Синай тауының беткейіндегі қонысында тұрып жатты. Оларға өмір сүретін ел қажет болды. Иә, Құдай Ибраимға уәде еткен жер. Сондықтан Таураттың келесі жазбасында сол жерге баратын сапар жөнінде сипатталған.